Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен баланың іші өткен жағдайда не істейміз? Мысалға, міне бүгін менің баламның да іші бүгін 5-6 рет өтіпті. Мен өзім жұмыста болғам ғой. Сөйтіп, қазір міне енді егер өзі ұйықтамағанда, мен оны істей алмайтын едім. Тұзды мысалға қойдырмайды. Енді қазір мен сіздерге тұзбен қалай емдейміз? Мен постоянно баланы іші өтсе, бұдан үлкен балдарымның барлығыны іші өткен кезде тұзбен осылай емдегенмін. Қазір мен сіздерге тура сол жағдайды көрсетіп өтемін. Қараңыздар. Енді тура осы кіндігін ашамыз. Қараңыздар, іші кәдімгідей піскен дарбыздар болады ғой. Сол сияқты болып тұр. Жұмыстан келсем, кәдімгідей 5-6 памперсті құрттық деп жатыр ғой. Енді бірінші орынды майлап аламыз ішін. Жақсылап тұрып майлап аламыз. Негізі халық арасында тұз ылғалды тартып, іштің өтуін тоқтатады. Осылай майлап алдық жақсылап. Ол бұрыннан келатқан не? Ешқандай укол демей, дәл осылай істеймін. Енді бір шымшым тұз аламыз. Міне, қараңыздар. Тура осылай біраз жіпістіп қоямыз. Дәл осылай біраз жіпістіп қоямыз. Баланың іші өткен кезде негізі көп сұйықтық жоғатады. Сол себепті көбіректен сұйықтық бере беру керек. Әсіресе регидрон суыны. Егер регидрон суын ішпесе, көбінесе науат қосылған шай, шекер су, сондай берсеңіздер болады. Негізі мен постоянно осындай тұзбен емдеймін. Тұзбен дәл осылай не қылып, дәл осылай қойып қоямыз да, 5-10 минут тұрғаннан кейін кәдімгі үтікті қыздырамыз. Үтікті қыздырып, алып келіп мен мына нені тура осылай қойып, осындай шыт шаршы осылай қыздырып алам, жақсылап тұрып. Енді қыздырып алғанда қатты бар, қыздырмаймыз. Үй жағдайында дәл осы нені істесеңіздер, ешқандай препаратсыз, басқасыз. Бұл неге көмектеседі деп ойлайтын да шығарсыздар кейбіреулеріңіз. Көбінесе ішектер шамалдағанда, ішекке инфекция түсіп кетпеудің алдын алады. Кәдімгі ішті ылғалдандырады. Оның үстіне тұз кәдімгі балаға кірне кірген болса да, тура осы нені қолдансаңыздар болады. Мен қараңыздар, несі тұз қойғандан кейін обязательно сағат тілімен тура осылай массаж жасау керек. Қараңыздар, сағат тілімен. Жаңағы неміз, тұздарымыз бір-екеуі кәдімгідей сіңеді денеге. Жаңағы немізді міне қызып тұр. Сол қызып тұрғанына тура осылай қоямыз. Жөн. Енді іші өтпейді. Ақылдым мен. Құдай билет алғаны. Міне.
Ал сіздер де жасап көріңіздер. Ем болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.